iPhone 17, 17 Pro, Pro Max, Air қайсысын алған дұрыс? Егер сен нағыз әмбебап күнделікті өмірге қолдануға арналған iPhone іздесең, онда таңдауың iPhone 17 болғай. Себебі осы күнге дейін кемшілік болып келген экраны ақыры 120 Гц болды. Камерасы да жаман емес, бағасы Pro мен салыстырғанда арзан. Ал егер саған камерасы өте маңызды болса, өте сапалы видео түсіру керек болса, контент-мейкер болсаң, онда таңдауың iPhone 17 Pro болғай. Ал егер ең ешқандай міні жоқ iPhone іздейтін болсаң, онда әрине таңдауың iPhone 17 Pro Max болғай. Ең жеңіл, ең жұқа және сәнді iPhone іздесең, онда таңдауың әрине iPhone 17 Air болғай. Бірақ естеріңізде болсын, заряды iPhone 17 мен салыстырғанда тезірек таусылады және камерасы да әлсіздеу. Ал бұл iPhone-дарды жаңадан ашылған мечта дүкенінен алсаңыздар болады. Және арнайы жеңілдіктер дайындап қойды. 30 000 теңгеге сауда жасасаң сыйлық бар. Әрбір 100-ші сатып алушыға Honor смартфоны сыйлыққа. Ескеріңізде, жеңілдіктер тек қана 4 күн ғана жалғасады, сондықтан да асығыңыздар. Жаңа дүкен Асқаров көшесінде орналасқан үлкен автотұрақ және маңыздысы 2300 метр квадрат.